бір арманы бар, арманнан шыңына жету әрекеті ой мен оқудан басталып, еңбекпен қанаттанады. Мол біліммен, мол өнермен келешектің кереметін жасау ісі мектептің мерейлі табалдырығынан басталады. Өмірдегі ең қымбат нәрсені білесіңдер ме? Ол уақыт. Мен әр минутымды босқа жібермей, оқытпен пайдаланып жүрмін. Өз ісіме уақытында жеткізе алмай жүргенде, маған Сәлім деген кесіруші кесірін тигізіп, міне өздегі жатыр. Ей, Сәлім, байқа, мұның не? Еркін, аман ба? Сен сонша неменеге кетіп тұрсың? Кемегенде қайтайын, ең қымбат нәрсемді жеп қойса. Кім? Ненде жеп қойды? Ол жемқор кім өзі? Көрсетші, ол сенсің. Түгей, мен сен неңді жеп қойдым? Сен менің алтыннан да қымбат уақытын жеп қойдың. Қазірдің өзінде 3 минут 30 секунд уақытын жеп қойдың. Білесің бе, досым, сен оқу үшін не қымбат? Ең қымбатың уақыт, соны сен сырым бақ. Сен ақыл екеніңді білмесем де, жалақор екеніңді білмеппін. Сенің бөлігілігін бүткіл сыныпта аттатып, сол бағаны түзеу керек. Мұрагер тобыл жұмысты маған тапсырды. Маған тапсырманы үзілмейді, оқумен сөйледі. Онда оқы, әдебиет сабағында ескеніп поэмасы үзінші жатқа айта алмай сол үшін ұят емес пе? Кәнетімді поэмамызын мен саған жатқайды. Еркін, ендірген деме, сен айтқанды мен айта алмай дейсің бе? Білгіш болса Әзірет ағай сабағында қойған сұрақтарына неге жауап бермедің? Сол сабақта оқытушының сұрақтарына жөнді жауап бере алмағаным рас. Бір жағдай болды, кешіріңдер. Ол жағдай неге оқытушыға айтып жатыр? Жағдай бәрімізде де болады. Мақұл, мен өз кемшілігімді түсініп тұрмын. Жау өтпесі қыршының тасқа шап деген. Ой, мынаны! Сәлем достар, сәлем, мұның не? Қара әкесен көрсетіп қойшы, сот қарғанмен білетіз. Баста білім болмауына аяққа кімін боламыз? Егер досың орында ақыл айтса, оны тыңдау керек емес пе? Мұнда ақыл тыңдайтын құлақта жоқ. Екілігін жой десем, жолын көрсетіп тұрмай көрдің бе? Бір-біріміздің кемшілігімізді кесіп айтып, жақсылығымызды жариялап, қиратшыл болмай, кішіпейіл болғанымыз дұрыс шығар, достар. Қалымбек, сен жөн болар ең құрал секілді қой. Ана Сәлімнің екілігі жойылама жоқ па? Еркін, сен екілік деп бір екілік үшін мен тірі адам тізімін шығармақ. Білдің бе? Сен де жақсы отырып жүрген шамалы, көбінесе құра жаттап аласың. Мынау сөз сын емес, қиянат. Сәлем дұрыс айтады, Еркін. Сен құрғақ жаттауға әуесің. Сен тек бағашы ғана оқитын сияқтысың. Бағашы оқымағандар ғой, баға білімге ойламай ма? Оның өзінде мен қоғамдық жұмыстарға жақсы қатысатынын түсіндім. Былайша айтқанда, сен шығарма жасай, көбінесе кітаптан көшіргенде болып шығады. Өлеңнің ұйқасы бар да философиялық ойы аз болып шығады. Сен кейде басқа ақындардың ойын қайталайсың. Екі сөз бас ұрып, соны өлең деп білесің. Ұйқасының сөздің бәрі өлең емес, жыртылғанның бәрі алтын емес. Ей достар, бір шумақ өлең құрастырып қолдарынан келмей, сөйтіп жүрсің ақындығын сынайсыңдар. Қалымбек, сен поэманы дұрыс білмейсің. Ол кемшілігімді мойындаймын, алдағы уақытта түзеймін. Достар, уақыт өтіп барады. Мен сенден мылжыңдастырған уақытым. Еркін, тоқта. Диалог пікірталас клубының мүшелерін мен ақылдасуға шақырғанмын. Есіне шығып кеттің бе? Сәлім, сен де кетпе. Сынымыздың спорттық жарысын сен ұйымдастырасың. Ой, қой, сынымызда камераға қыздар келе жатыр. Он саусағымен атқан, домбырасын сайратқан, күйі бізді ойнатқан, сәуле сайға бір сәлем. Әнші қызы класын, мұрагері күләшін, райғазар күләші, мағжан қызға бір сәлем. Амансыңдар ма, достар? Сәлем, болашақ ашкерлер. Сәлім, сен бұнда не көрсің? Креске сен деп бердің бе? Әлде сен екі... Сәлем, Ожан. Қыздар-ау, әлгі ғарышкер Ажар қайда жүр? Біздің жарты жаңа сырттан көрді. Ол орталық алаңдағы ғарыш кемесі Мадина сипап тұрған. Ол өзі шекесіне сұқ қолын тіреп аспан әлеміне қарап, оны істемесе екен, е? Басым істейді. Ер баладан кеммін бе? Мен де ғарышкер балам деп тұрған. Не болсын, шаттықтарың шалқай берсін. Бейбіт күнде мерекелі тұрмыс, мерекелі өмір, баянды бақыт көркей берсін, достар. Рахмет. Ажар, қасты келдің. Сен уақыт кешіккенде күтіп тұрмайды. Сен азап кешіктің. Ақтасатын мәселе мынау, достар. Жалпы мектепте өнер білім жарысының дайындықтан озып шығу үшін диалог клубын қайта құрып, әрқайсымыз өз ыңғайымызға лайықтап, қосымша міндеттер қабылдауымыз керек. Меніңше әуелі клуб мүшелерінің арман мақсаттарын айқындап, соған солға жетелеу керек. Біздің жетелеудің керегіне әркімнің жетегінде жүре берсек, біз кім боламыз? Біз жетететін қой емеспіз. Амандық болса, мен жетесіз сыныптағы спорт жұмысын басқарамын. Ой, тұрмай, сен қашаннан бері ел басқарушы болып едің,
Алдымен екілін түзеп алмайсың ба жаным? Жанымау деген сөзің жақсы, бірақ саған анау жетіспейді. Неменен жетіспейді? Достар, бір күн үшін жеке адамның барлық жақсылықтарын жоққа шығаруға болмайды. Кеше жалпы мектепті тарих кешінде Сәлім жақсы қатысып, саяси сайыста жеңіске болды. Ол өзінің саяси хабарларды еліміздің тарихын көп білетіндігін көрсете білді. Бұл көп білетіндігін барлық жерге көрсете білсін. Әдеттен аспайды, қыздар. Сәлім өзі ықылас білдіріп, сыныбымыздың ұстазы жалпы мектептік жарысқа әзірлейтін болды. Бізге барлық ықыласымен берілген адам мақсатына жетпей қоймайды достар. Еркін дұрыс айтады достар. Әр адам алдында қойған мақсаттарын жауапкершілікпен, шын ынтасымен күресу керек. Кәне, кімнің қандай ықыластауы бар? Айтыңдар. Жеке адамның мақсаты ұжымдық мүддеден туады. Біздің сыныпта ғарышкер болуды армандаған оқушылар бар. Соларды бір топқа ұйымдастырып, ғарышкерлер командасына қатыстырамын. Міне, мұның енді дұрыс. Еркін, сен клубтың белсенді мүшесі ретінде, былайша айтқанда ақын ретінде сен өзіңе қандай міндет аласың? Әдебиет жаназығы. Мен әдебиет үйірмесін аламын. Ал енді домбырашы сөйле. Сен қандай міндет атқарасың? Әлем әдемі, әуезге толы. Мен Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Қазанғап, ықылас бабаларыма және Дина әжемақсып Кешіғұлап, домбыра үйірмесін басқарам. Сынып домбырашылар өнер жарысын әзірлеймін. Әнші Маржан, сен қандай міндет аласың? Біздің халық күйші, әнші, жыршы халық. Мен халқымыздың өнерін жалғастырып, талапкер жолдастарыма ән үйретемін. Құлақтан кіріп бойды алар. Жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар. Әнді сөзден менші сөйлеген емес пе абай айтады. Достарым, менде күйде қауға, мен өзім қарсымын. Амандық болса, мен сөз жүзінде емес, іс жүзінде спорт жарысын сынымызды алға шығарамын. Ойнап футбол, теннисті шығынамыз, толамыз. Мектептегі ең күшті спортшылар боламыз. Саған сенемін, Сәлім. Мен клубтың диал клубының басшысы ретінде мен сендердің іс жүзінде алған жұмыстарымды орындайды деп сенемін, достарым. Сен тек басшымын, бақылаушымын деп ойлама. Өзің қандай жауапты міндет аласың, соны айтшы. Біз Ажар екеуміз жалпы мектептік өнер білім жарысына құлтемір, яғни робот жасап әкелеміз. Батындарың сол ма? Құлтемірді кім жасамайды? Біз құлтемірдің дене құрылысына жаңалық ендіреміз. Ол менің болашақ жұмысының бастамасы болады. Сен сонда қандай ғылыми еңбекпен шұғылданбақсың? Мен келешекте ғарыштағы тартылыс күшімен ұшатын зымыран ойлап шығарамын. Әлгі тек аспан тартылыс күшімен ұшатын зымыранды кемінде 100 жыл керек шығар. Хиялы ғалымбегі. Қалмбек, сен ғылыми жұмыстарына басым жетсіздің мен келмей, оның бәрін үйірмеден бастамақ қой. Амандық болса оның бәрін де қатысамыз. Айтасың. Ерден ағай маған мектептегі жас физиктер үйірмесінің ұйымдастырушысы боласың деді. Орта мектепті бітірмей жатып, интеллекті химик, Ломоносовтай физик, Сәтбаевтай геологиямыз бос қия болмасын ағайындар. Көрпеңе қарай, көзіл дегендей. Дұрыс айтасың. Генерал болмауды армандаған солдат емес деп атақты қолбасшы Суворов айтқандай, ғалым болуды армандаған балаға қиянат емес. Тым болмаса, құзар шыңға ұмтылу Баурайдан басталады. Дұрыс айтасың, Қалмбек. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба деген емес пе абай атамыз? Ал достар, жалпы мектептік өнер білім жарысына дейін әркім алған міндеттерін жауапкершілікпен шын ынтасымен кірісу керек. Кәне, игілікті іске кірісейік. Мақұл. Қалмбек, жалпы мектептік жарысқа дайындықтарың қалай? Ағай, жалпы мектептік өнер білім жарысына дайындығым жақсы. Сәл азат Сәлімді ренжітіп алды. Ол енді спорттық жарыста ұятта қалдырып жүрмесе, Сәлім біздің сыныпты ұятқа қалдырмайды. Жаңа көрдім, бір топ оқушылармен спорт алаңында дайындалып жүр. Басында бір-екілік үшін бәріміз жабылып, оған ұрсып, тіпті қорғауға дейін бардық та, байғұс баланың есегін айырып алдық. Тіпті Сәлім екілік аяғында түзелседі, артынан қалмай. Артына тек мына жігіттер аямады-ау. Біздің бір жаман жеріміз, біреуден бір мін тапсақ, оның барлық жақсы жағы мүлдем ұмытып, соңына түсіп сорлатамыз. Қыздар, дұрыс айтасыңдар. Оқушылар өздерін басқару
тәрбиелеуде осындай әбестік жиі бала. Дегенмен кемшілікті дер кезінде аңғарып, оны түзеу үшін анық пікір, айқын сын айтуға әдеттену керек. Бұл қасиет біздің сынып оқушыларында бар. Ал енді сыныбымыздың жайсақтары туралы не айтасыз ағай? Бізден гөрі сізге бәрі айқын көрінеді ғой дегендей. Біздің сынып оқушылары өзін-өзі басқару жұмысын жақсы жүргізіп, 100% үлгерімге жетті. Ал мына дайындықтарға қарағанда жалпы мектепті жарыстан біздің сынып озып шығады деп толық сеніммен айтуға болады. Сеніміңізді ақтаймыз ағай. Айтпақшы, бейсендерге жақсы жаңалық әкелдім. Біздің Қалымбектің ғылыми жұмысын институт мақұлдап, оны оқуға қабылдауға шешім шығарыпты. Спортында озық болуымызға тілектеспіз. Жігіт 8 қырлы, бір сылы болу керек. Өнерге де талап жоқ, тәртіп па? Мақұл. Ал достар, біздің елімізде еңбек еткен адам арманына жетпей қоймайды. Менің асқақ армандарымның орындалатынына сеніңдер, достарым. Саған сенеміз! Бақытты біздің балалық. Одан ғана болашақ. Асауларда өтеміз, арманымызға жетеміз. Атқар дос елдің мол үшін, тыныштық болсын ол үшін. Армандар біз үшін!